батыстағы монопол капиталистер, яғни бұғанға дейін табатын байлығын тауып, енді тек таза байлық үшін емес, адамгершілік, гуманитарлық және саяси мақсатта өздерінің имиджін, образдарын қалыптастырып үлгерген топтар енді Қытаймен сауда жасаудың ешқандай саяси өнімді болмайтындығын, өздерінің образдарына зиянды екендігін біліп, енді олар Қытайдан салқындай бастады. Орта шағын бизнес Еуропа мен Америкада Қытайдан алатын тауарларды арзан болғандығына қарамай алмай, керісінше одан сапасыздау және қымбат болғанына қарамай, Вьетнамнан, Малайзия, Индонезиядан және Индиядан кіргізуге тырысты. Ал Бангладеш тағы басқа Африкадағы кейбір елдердің киім-кешек өндірісі қазіргі Қытайдың киім-кешек өндірісінің орнын басып бара жатыр. Бұдан бұрынғы нарықта ешқашан аты аталмайтын сайда саны, құмда ізі жоқ өте кедей елдердің өзі қазір киім-кешек өндірісінде біртіндеп Қытайдың орнын басып бара жатыр. Бұл экономикада бұдан бұрын көрілмеген құбылыс. Тіпті халықаралық ірі брендтік маркалы киім-кешек өндірістерінің өзі аса кедей елдерге барып өндірістерін ашып, бір есептен ол жердің арзан еңбек күшін пайдаланып, екінші есептен Қытаймен болған былықшылықтан бастарын ауашалауға тырысты. Енді осындай жағдайда Қытайда болған сұмдық құбылыстарды қысқа нұсқа сіздерге айта кетейік. Біріншісі, Қытайдың теңізіндегі жүретін кемелер, әсіресе тауар тасымалымен айналысатын кемелердің 90% тоқтаған. 90% кеме тоқтаған деген сөзді батыстың жаңағы зерттеуші және барлаушы сипаттағы жасанды жер серіктері бақылап отыр. Яғни бұғанға дейін Қытайда теңізінде, Қытайдың шығыс теңізі, оңтүстік теңізінде илеуінен шыққан құмырсқадай теңіздің бетін өріп жүретін Қытайдың сауда кемелері, бүкіл Африканың елдеріне әрбір порттарына қарай жүретін, Еуропаға қарай ағылатын, бүкіл теңіздің бетін жаулаған құмырсқадай өріп жүрген Қытайдың сауда кемелерінің 90% тоқтаған. Және спутниктік сервис қабылдайтын, яғни халықаралық ортақ спутниктік сервис қабылдайтын кемелердің 95% спутниктік сервистерін тоқтатқан. Бұл деген сөз Қытайдың шетелмен саудасы 90-95% тоқтады. Яғни тауар тасумен айналысатын кемелердің тоқтауы бұл Қытайдың экономикасының көрдің аузында екендігін көрсетіп отыр. Бұл бір. Екіншісі, Қытайдың нөмірі бірінші үй құрылыс корпорациясы, яғни жылжымайтын мүлік компаниясы Evergrande банкрот болудың алдында, және екінші үй құрылыс компаниясы ол да банкрот болды. Бұл компаниялардың банкрот болуы жайған емес, себебі ол Қытайдың 300-ден артық қаласында жылжымайтын мүлкі бар. Бүкіл Қытайдың мемлекеттік ұлттық банктер, яғни компартияның меншігіндегі банктердің оларға берген несиелері бар, және банктер оларменен пайда табысты бөлісіп отырған. Ал олар мемлекеттен жерді қымбат бағаға сатып алған, және оның ішінде жаңа коммунистерге, жерге, банкке қатысты коммунистерге беретін олардың паралары бар. Оның өзі триллиондаған доллар ақша. Және шетелдік салымшылардың оларға салған инвестициялары, салымдары, қаржылары бар. Ең сұмдығы, бұл компаниялар бірі банкке қарыз, екіншісі үкіметке қарыз сатып алған жер бойынша. Үшіншісі жаңағы құрылыс материалдары компанияларына, заводтарына қарыз. Төртіншісі жұмысшыларға қарыз. Бесіншісі шетелдік инвесторларға қарыз. Алтыншысы осы үй құрылыс саласына Қытайдың халқы бүкіл ақшасын салып отырған. Яғни Қытайда бүкіл экономиканы жылжымайтын мүлікке байлап қойды. Қытайдың жылжымайтын мүлкі Қытай экономикасының қайнар көзі. Қытайдың халқы ішпей, жемей жиған ақшасының бәрін үй сатып алуға арнайды. Ең қарапайымы, Үрімшідегі қарапайым қазақтардың өзінің жақсы сауда істейтіндерінің бір өзінің басында 5-тен 6-дан үйі, ал былайғы орта шарқыларында 3-те 4 үй болуы, олардың жан таласып, кредит алып, несие алып, жаңағы үйді сатып алудағы мақсаттар ол үйді сырттан келген, қалада жұмыс істеуге келген жастарға жалға беріп, ол жалға берген ақшасын банкке төлеп, сол 10 жылда жаңағы үйді өзінің бастарын аударып үлгереді. Сөйтеді, ол екінші үйді алады, үшінші үйді алады, төртінші үйді алады. Бүкіл Қытайдың экономикасы үйге байланып қалған. Бұл Америкада ондай құбылыс жоқ, Еуропада ондай құбылыс жоқ. Бұл Қытай және Совет одағынан қалған Ресей мен Қазақстанда адамдарды қолдан үйдің бағасын қымбаттатып, қолдан жердің бағасын қымбаттатып, адамдарды әдейіге үйге, жерге, яғни баспанаға кіріптар қылып,
мұқтаж қылып қойып, сол арқылы адамдарға кредит беріп, банк арқылы халықты құлданып ұстау саясаты. Бұл саясат Қытайда бұл анау 80 жылдардан бері жүзеге асты. Енді осы саясат Қытайда осы бүкіл экономиканың локомотиві, яғни экономиканың бүкіл қошқары, басындағы сүйреуші бұқасы болған үй құрылыс саласы, жылжымайтын мүлік саласының банкроттық ұшырауы Қытайдағы үлкен сұмдық оқиғаны көрсетті. Ене бірі Қытайдағы үлкен кеме жасау өндірісі банкроттық ұшырады. Енді қазір Қытайдан Жапонның компаниялар тұтас кетіп болды. Мемлекеттің көмегімен кетті. Жапония бірінші рет мемлекеті экономикаға килікпейміз деген саясаттарын бұза отырып, Қытайдан шегінген Жапон компаниялардың бүкіл көшу шығындарын мемлекет көтеретін болды. Яғни экономикаға батыс елдері, Жапон сияқты үлкен алып елдердің өзі мемлекеті экономикаға килігіп отырып, кәсіпорындарын Қытайдан шегіндірді. Samsung шегініп шықты. Ірі өндіріс орталықтары шегініп шықты. Енді қазір мынау Шыңжаңдағы қазақ ұйғырларды мәжбүрлі түрде мақтаға егуге, немесе мәжбүрлі еңбекке, киім өндіруге, жаңағы спорт доптарын өндіруге, баскетбол, футбол, тағы теннис доптарын өндіруге, тағы басқа аяқ киім, анау-мынау тұрмыстық техника өндіруге мәжбүрлеп жұмысқа алып жатқандығы туралы ақпаратты біз әлемдік ақпаратқа анау 17-18-ден бері жарияланғанбыз. Әсіресе Іле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданында күні түні 50 неше автобуспенен тәуліктеп отырып, бүкіл қалаға қарайтын терезелерді жапқызтып, әрбір үйге үкімет қызметкерлері бақылаушы болып отырып, күні түні лагердегі қазақтарды ішкі Қытайға жөткеген, ал ол жөткелген қазақтардың Шанхай қаласынан небәрі бірнеше сағаттық жердегі Қытайдың ең үлкен бай өнеркәсіпті өлкелерінің бірі болып саналатын Жаңсу өлкесінің Жаңсу провинциясының орталығы Нанжин қаласындағы Қытайдың Ауя корпорациясы, яғни Қытайдың ғарыш корпорациясына тәуелді металл қорыту зауытына жұмысқа тұрғандығын біз қолымызға жеткен ақпаратпен бүкіл дүние жүзіне жариялағанбыз. Ол ақпарат 18 жылы Американың Radio Free Asia, яғни Азат Азия радиосында жарияланған. Бұл ақпарат Ақ үйдің назарын сол заманда аударып, адамдар бізбен хабарласқан болатын. Яғни Іле Қазақ автономиялы облысындағы қазақтарды Қытайдың ғарыш корпорациясына тәуелді, яғни Қытай ғарыш корпорациясының шылауындағы темір металл қорыту зауытына жұмысқа алуы, мәжбүрлеп алуы, оны Іле Қазақ автономиялы облысынан Күнес ауданынан тасып апарғаны баяғыда әшкере болды. Енді осы мәжбүрлі еңбекке қарсы болған дүние жүзі енді Қытайдың бүкіл киім кешегіне қарсы болып жатыр. Себебі Қытайда мақта өндірісі сол негізінен Шыңжаңда қазақ ұйғырлар жасайтын жерде болады. Ал бұл мақтаға мәжбүрлі еңбек салу, балаларды салу, мектеп салу біздің өзіміз көреміз. Біздің өзіміз сол мөлшермен 3-4 сыныптан бастап, сол 9-10 жасымыздан бастап біз сол мақтаға жұмыс істедік. Ең соңында 1993 жылы орта мектепті бітірген кезімізде сол мақтаны егіп, сол мақтадан 15 күн жұмыс істеп, 15 күндік тапқан табысымызды жаңағы үкіметке тапсырып, мәжбүрлі еңбек істеп қайтқанбыз. Ал осы мәселенің бәрі дүние жүзінің назарын аударып, енді Қытайдың мақта өндірісіне тиым салып жатыр. Бұның барлығы өте жағымды жаңалық. Яғни әлемдік ірі брендтер Қытай мақтасынан бас тартуда. Бұның өзі қазір Қытайдың экономикасын тығырыққа тіреп отыр. Яғни Қытай қазақтарға тиісемін деп, және ол жерде халықты жоқ қылам, геноцид жасаймын, құртып жіберемін деп жатқан жыланның құйрығын басып, өзі әлем алдында өте ырықсыз орынға қалды.